қазіргі уақытта сіз практика реч, көркем сөз тренерісіз, иә? Сөз шеберлігі деген мектеп аштым. Себебі менің балаларым, сөз шеберлігі деген. Менің балаларым шетелде дүниеге келгеннен кейін, олар негізінен ағылшынша ойлап, оны қазақшаға аударып сөйлейтін болды. Ал енді өзім журналист болғаннан кейін, өзім осы сахна тілінің техникасын меңгергеннен кейін, өзім мектеп ашып, өзімнің балам үшін мектеп ашып, басқа да балалармен топ құрып жұмыс істедім. Нәтижесі өте жақсы болды. Балалар өз ойларын еркін, әдемі жеткізетін болды. Ең бастысы, балалар өз-өзіне өте сенімді болды. Ел алдында еркін сөйлейтін деңгейге жетті. Негізгі қазіргі үлкен проблема елдің алдындағы, ол балалар қазір көп уақыт телефонмен, планшетпен отырады. Олардың қоғаммен байланысы үзіліп қалады. Олар тіпті адамдармен пікір алмасып сөйлесе алмайды, өйткені олар тек телефонға, планшетке байланып қалғандықтан өз ойларын еркін жеткізе алмайтын жағдайға жеткен. Сондықтан мен осындай сөз шебері деген мектеп ашқан кезде балалар өз ойларын еркін жеткізсін, ел алдында еркін сөйлейтін, мықты спикер болсын, оратор болсын деп мақсат қойған. Енді өзімнің баламнан бастасам, өзімнің балам және де басқа сол кезден бастап қатысқан балалар кәдімгідей жетістіктерге жетіп жатыр. Олар өз сыныптарында лидер, оратор, кәдімгідей 40 минуттық сабақты өздері жүргізетіндей деңгейге жетті. Орыс тілінде ойлайтын балаларымыз қазақша ойлап, қазақша өлең шығаратын деңгейге жетті. Ақындық қабілеттері ашылды. Өйткені менің жаттығуларымның ішінде адамның ішкі потенциалын ашатын жаттығулар болды. Қабілеттері ашылып, өз мүмкіндіктерін басқаша бағалай бастады. Сондықтан мен бұл топты 2 жылдан аса уақыт жалғастырып келе жатырмын. Балаларға өте ұнайды, өйткені сабағым 2 сағат өтеді. Қазір енді онлайн болғаннан кейін 1,5 сағат деп шектеп отырмыз, бірақ сабағым былайғы кезде офлайнда 2 сағат өткенде де балалардың бүкіл назары менде болып, бүкіл жаттығуларды беріп жасап, барлығына бастан аяқ қатысатын. Ал енді қазір онлайн өтіп жатқан кезде де балалардың екі көзімен де бәрі жарысы, бірінен кейін бірі жаттығуларды орындаған кезде біз 1,5 сағат уақыттың қалай өтіп кеткенін білмей қаламыз. Өте қызықты балаларға онлайн сабақ болса да, олар көп жетістікке жетіп, нәтижеге жетіп жатыр. Басында кішкене ұялшақ қыздарымыз, жаңадан қосылған 8-9 жастағы қыздарымыз камераны өшіріп қоятын, ұялатын, өз ойларын айта алмайтын. Ал қазір бәрі камераны қосып, апай мен айтайыншы деп кезек сұранып отырады. Өздерін көрсеткісі келеді, өйткені олар өз-өздерін бағалап үйренді. Мен балаларға өз-өздерін дұрыс бағалауды үйретемін. Өз қабілеттерін ашуға мүмкіндік беремін. Жаттығуларым негізі адамның ішкі қабілеттерін дамыту және мидың жұмысын арттыру. Бұл керемет. Және сіз айта беріңіз. Дем сахна тілінің техникасы бойынша дем қалыптастырған кезде адамдар өте еркін сөйлейді, және өзінің табиғи дауысын тапқан балалар өздерін мүлде басқаша бағалап, өздерін жақсы көріп, елдің алдында сөйлеген кезде кәдімгідей рахаттанып, өз қабілеттерін күшті көрсете алады. Сондықтан бүкіл жаттығулардан олар жақсы позитивті әсер алып жатыр. Өз-өздерін дамытып жатыр. Нейрогимнастика дейді, есте сақтау қабілетін дамыту, зейінді жақсарту. Сол жаттығулар арқылы олар өздерінің қабілеттерін жан-жақты дамытып жатыр. Ол оларға өте күшті көмектесіп жатыр. Әрине.